Сәлем барлықтарыңа. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дәреженің соңғы цифрын анықтау. 2023-тің 23-ші дәрежесінің соңғы саны қандай? Бірінші берілген санымыздың соңғы санын анықтайық. 2023 бұл жерде 3. Осы 3-тің дәрежелерін жазып шығамыз. 3-тің бірінші дәрежесі 3, екінші дәрежесі 9, үшінші дәрежесінің соңғы саны 7, төртінші дәрежесінің соңғы саны 1, бесінші дәрежесінің соңғы саны 3. Байқағандарыңыздай 4 дәрежеден кейін қайталанып жатыр. Яғни 3, 9, 7, 1 қайталдан 3, 9 ары қарай осылай 4 реттен қайталана береді. Келесі кезекте біз берілген санымыздың дәрежесін 4-ке бөлеміз, себебі бізде 4 реттен қайталанып жатыр. 23-ті 4-ке бөлсек 3 қалдық. Келесі бізде 3-тің 3-ші дәрежесінің соңғы саны 7. Яғни 2023-тің 23-ші дәрежесінің соңғы саны 7. Келесі мысалды қарастырайық. 1962-нің 5267-ші дәрежесінің соңғы санын анықтау керек. Бізде 1962 бұл жердегі соңғы сан 2, 2-нің дәрежелерін жазып шығамыз. Бұл да 4 реттен қайталанып тұр, яғни 2, 4, 8, 6, қайталдан 2, 4, осылай жалғаса береді. Енді санымыздың дәрежесі, яғни 5267-ні 4-ке бөлеміз, себебі 4 реттен қайталанып тұр. Бөлгенде қалдық 3, 2-нің 3-ші дәрежесі 8, яғни 1962-нің 5262-ші дәрежесінің соңғы саны 8. Келесі мысал 9-дың 216-шы дәрежесі. 9-дың дәрежелерін жазып шығамыз. Байқағандарыңыздай 9-дың дәрежесі 2 реттен қайталанып тұр. 9, 1, 9, 1. Осылай жалғаса береді. 216-ны 2-ге бөлеміз, себебі 2 реттен қайталанып тұр. Бізде қалдық жоқ. Егер қалдық жоқ болса, бізде берілген есепте 2 реттен қайталанып тұр. Яғни 9-дың 2-ші дәрежесінің соңғы саны 1. Егер 4 реттен қайталанып тұрса, 4-ші дәрежесінің соңғы санын аламыз. Бізде бұл есепте 1-мен аяқталып тұр. Түсінікті болса, осы есептерді өзіңіз шығарып көріңіз.